Мен сіздерге басымнан өткен қызық оқиғамды айтып берейін. 6 класс па 7 класс оқып жүрген кезім, бізде велосипед деген ол кезде білесіздер, бәрінде бола бермейтін. Бауырым, ағам бір велосипед алып келді. Кама деген бауырым теуіп келді. Мен тебем, мен кезегім деп отырып алдым да одан зытқытып кеттім. Андай дөңге шығатын жол бар. Сағатпен жаңа минутпен санап тұр, сен мен неше минутта саған жетеді екенмін деп. Дөңге шығып, енді бұрылып тез-тезден астыға кетем деген кезде бір моментте андай кочка дейді ғой, шұңқырға түстім де велосипед бір жаққа, мен бір жаққа, доңғалақ бір жаққа ұштық. Доңғалақты қолыма ұстап, велосипедті қолыма алып сүйретіп алып келдім. Үйге келіп бетімді жуам, топырақ болған, шашым бәрі жалбырап кеткен. Айнаға қарасам, бетім деген жерді сүзген, ернім бәрі ісіп кеткен. Ужас, прям страшный. Сол мен ешқайда шыға алмай, жазда ешқайда ойнай алмай бір ай жаттым үйде. Ернім ісіп кеткен. Ағам қалада оқуға кеткен болатын, студент. Қаладан келді, не болған дедім, велосипедтен құладым деп айтады маған. Ернің анандай неге ұқсап кеткен деп маған айтады. Ернің сенің анандай ішіп келесі күні тұрған адамның еріне ұқсап кеткен деп, ол еріме мені қанша уақыт бойы мазақтап, сондай қызықтар болған болатын. Бұл аккаунтта мен баламның мектептегі адаптациясы мен ДЦП реабилитация жолдарын салып отырамын. Тіркеліп кетіңіздер.